Ұят қайда өзің? Адамгершілік бар ма? Меркі ауданының әкімі сол кездегі Рысмендиев мырза өзінің лауазымын пайдалана отырып үкім шығарады бұл кісілерден жерді алып қою туралы. Халық одан беймәлім, олар білмейді ол мәселені. Халықтан жерді алып қою туралы қаулыдан кейін 2006 жылы Жигули Дайрабаев өзінің компаниясына алып қойған жерлердің бәрін БТА банкқа залогқа қойып 1 миллиард 530 миллион 819 мың теңге алады. Ол банктан 2007 жылы 16 ноябрьда алынады. Ол дәлелдің бәрі бізде бар қағаз жүзінде. Енді маған сен бір елессің. 4 түлікке күні қараған тұрғындардың бұл күні мал бағатын жайылымы қалмаған. Жигулидің кесірінен жер талан-таражға түскендіктен егінде еге алмайды. Осындай Кеңес ауылының қарғысына